бұл жалпы бір сөзден екі түрлі мағына беретін болса, бұл аноним сөздер деп аталады. Жалпы дыбысталуы бірдей болады, бірақ әртүрлі мағынаны беретін сөздерді аноним сөздер болады. Дәл осылай міне тұр. Мысалға, алма ол жемісті білдірсе бір мағынада іс-қимылды білдіріп тұр. Сен оны алма деген сияқты. Дәл осылай. Осы бас дегенді де алдық. Батырманы бас. Бас ауырғанда ішетін дәрі. Қазақ тілі 2-ші бөлім 11-ші бет 16-ші жаттығу. Жалпы үй тапсырмасына берілген. Бұл жерде сөздер берілген. Бір сөздер осыны екі мағыналы қылып сөз жазуым керек. Екі түрлі мағыналы. Біріншісі бас деген. Қысқа нұсқа қылып алдық. Батырманы бас. Екінші бас ауырғанда ішетін дәрі бар. Екінші өкпе. Өкпе адам ағзасы. Екінші өкпесі құрбым Айбекке өкпелі дейміз. Ары қарай үшінші ат. Атқа не дедік? Атқа мылтықты ат. Үйде ат бар. Одан кейін 100, суда 100 теңге. Дәл осылай 100-ді түрлендіріп жазылды.